Қайырлы күн менің көрермендерім, мен бүгін ешкім жасап көрмеген аджиканың жасалу жолын көрсетемін. Мен мына жерде 250 грамм ащы бұрышты жуып, түбін тазалап қойдым. Енді осыны мясорубкадан өткізіп аламын. Егер сіздер аз деп ойласаңыздар, осыны 2 есе қылып өткізсеңіздер болады, 500 грамм қылып. Но бізге осы жетеді. Және де 200 грамм сарымсағымды жуып тазалап алдым. Енді осыны да мясорубкадан өткізіп аламын. Және де сіздер 400 грамм қылып өткізіп алсаңыздар болады. Мен өткізіп алдым. Менде осыншама шықты. Осы мясорубкадан өткізген сарымсағымыз бен ащы бұрышымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бір келкі болғанша. Және де 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап бәрін араластырамыз. Бұны банкіге салған кезде қатты басып салмаймыз, бұның соғы шығады. Бос қылып саламыз. Қатты толтырмаймыз және де. Біздің аджикамыз дайын болды. Енді қандай тамақ жесеңіздер де тәбеттеріңізді ашатын аджика болды. Біз аджикамызды қайнатпаймыз, осы күйінше банкіге салып қоямыз. Бәрімізге қандай тамаққа салып жесек те ас болсын. Сіздер де мен рецептімен жасап көріңіздер, бәріңізге ұнайтынына сенімдімін. Және ұнаса маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Бәріңізге рахмет.